Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мен Қарағанды облысы Нұра ауданы Ыбырай Алтынсарин атындағы Тірек мектебінің коммуналдық мемлекеттік мекемесінің физика пәні мұғалімі боламын. Бүгін сіздерге өзімнің оқу әдістемелік құралымды, яғни физика пәнін оқыту үрдісінде қолданылатын ұлттық құндылықтарға негізделген тапсырмалар жинағымен таныстырып өткім келеді оқу әдістемелік құралымен. Бұл әдістемелік құралдың жалпы мақсаты оқушылардың тек физикалық білімдерін ғана емес, сонымен қатар ұлттық мәдениетіміз бен құндылықтарымызға деген құрметін арттыру, оларды бойына сіңіруге, қазіргі заманғы ғылыми техникалық жетістіктері ұлттық мүдде тұрғысынан бағалауға үйрету болып табылады. Міндеттері физика сабағында ұлттық бірегейлікті сақтау үшін салт дәстүрлермен байланысты мысалдар қолдану, рухани адамгершілік қасиеттерді дамыту, отансүйгіштік сезімін арттыру үшін Қазақстанның ғылыми жетістіктерін көрсету, пәнаралық байланысты нығайту, функционалдық сауаттылықты дамыту және сын тұрғысынан ойлау қабілетін жетілдіру. Бұл жұмыстан күтілетін нәтижелер бірнеше қырынан қарастырылуы мүмкін. Біріншіден, оқушылар үшін бұл жұмыс физикалық құбылыстарды ұлттық мәдениетпен байланыстыру арқылы оқушылар ұлттық құндылықтарды терең түсініп, пәнге деген қызығушылықтары артады. Бұл олардың білімді жақсы меңгеріп, талдау, проблема шешу қабілеттерін дамытып, отанға деген сүйіспеншілігін арттыруға және білімін өмірде қолдануға үйретеді. Мұғалімдер үшін ұлттық құндылықтарға негізделген тапсырмалар жинағы мұғалімдерге сабақты жаңартып, оқушыларға ұлттық құндылықтарды тиімді сіңіруге көмектеседі. Білім беру жүйесі үшін ұлттық құндылықтарға негізделген оқыту білім берудің тәрбиелік әлеуетін арттырып, жас ұрпақтың ұлттық санасы мен патриоттық сезімін қалыптастырады, сондай-ақ пәнаралық байланысты күшейтеді. Осы әдістемелік құрал негізгі 7-ші сыныпқа арналғандықтан 7-ші сыныптың бағдарламасының бөлімін қамтиды. Яғни бізде 7-ші сыныпта физика пәні 7 бөлімнен тұрады. Бағдарламасы ол физика, табиғат туралы ғылым, механикалық қозғалыс, денелердің өзара әрекеттесуі, қысым, жұмыс, қуат, энергия, жер және космос. Бұл жерде физика пәнін оқыту үрдісінде қолданылатын ұлттық құндылықтарға негізделген тапсырмалар жинағы әдістемелік құралын игеру арқылы оқушы физикалық құбылыстарды ұлттық мәдениеттің контекстіде қарастыру арқылы ұлттық құндылықтардың маңыздылығын терең түсінеді және оларды өз бойына сіңіруге ынталанады. Оқушылардың пәнге деген ынтасы артады. Ұлттық контекстіде мысалдар мен тапсырмалар физикалық ұғымдарды жақсырақ түсінуге және есте сақтауға көмектеседі. Қазақстанның ғылым мен техника саласындағы жетістіктермен танысу және ұлттық мұраны физикалық тұрғыдан зерттеу оқушылардың өз еліне деген сүйіспеншілігін арттырады. Күнделікті өмірмен және ұлттық мәдениетпен байланысты физикалық мәселелерді шешу арқылы оқушылардың алған білімдерін практикада қолдана білу дағдылары қалыптасады. Мұғалімдер үшін ұлттық құндылықтарға негізделген тапсырмалар оқу процесінде жаңашылдық енгізуге және оқушылар үшін қызықты етуге мүмкіндік береді. Бұл жинақ мұғалімдерге физика сабақтары арқылы оқушыларға ұлттық құндылықтарды тиімді сіңіруге көмектеседі. Мұғалімдер сабақтарында пайдалануға болатын дайын ұлттық контекстідегі тапсырмалармен қамтамасыз етіледі. Бұл тапсырмаларға келесі тапсырмалармен мен сіздерді таныстырып өтсем, мысалға бұл әдістемелік құралда әрбір бөліміне өзі есептер құрастырылған. Мысалға физика табиғат туралы ғылым бұл ең бірінші бөлім болып табылады. Бұл бөлімде оқушылар физиканың табиғатпен байланысты, яғни физика табиғатты зерттейді екенін біледі. Осы бөлімде оқушыларға осы бөлімді терең меңгеру үшін мысалы мақал-мәтелдерді айтып кететін болсақ, мысалы қандай мақал-мәтелдер білесіздер, иә? Жаңағындай мысалы жаңбыр менен жер көгерер дегендей балалар жаңбыр жауса, яғни жерден шөп шығатынын біледі. Ол да бір құбылыс, яғни барлығы табиғаттық құбылысқа жатады. Мысалы бұлттар, күннің күркіреуі, жаңбырдың жаууы, жел, оның барлығы табиғи құбылыс болғандықтан, бұлардың барлығына да мақал-мәтелдер құрастыруға, яғни құрастырылған мақал-мәтелдерді
таныстырып, балалардың есте сақтауына көмектесетіндей мақал мәтелдерді қолдануға болады. Бұл жерде қандай ұлттық құндылықты көрсетуге болады? Ол табиғатқа деген құрмет. Яғни оқушылар табиғаттағы әрбір құбылыс ол тегінен болмайтынын және олардың табиғатқа деген септігі тиетінін көрсетеді. Бақылаушылық, яғни балалар оны бақылай бастайды. Бұл да физикалық құбылыс екенін түсінеді. Халықтық білімге деген қызығушылығын арттырады. Мысалы, келесі мақал мәтелдердің мағынасын түсіндір. Бұл жерде бізде келесі бөлім, яғни ол физикалық құбылыстарды өлшеуге арналған бөлім болады. Бұл жерде біз қандай мақал мәтелдер қолданыламыз? Мысалы, 7 рет өлшеп 1 рет кес. Бұл мақал мәтелде оқушылардың өлшеудің маңыздылығын көрсетеді. Яғни нәтижеге сенімді болып барып кесу керек екенін. Келесі мақал қарыс қадам, сүйем жер. Яғни бұл жерде бұрынғы замандағы қалай өлшегендерін, яғни қарыс, сүйем, ол бұрынғы ата бабаларымыз өлшеген өлшем бірліктері екенін таныстырып өтуге болады. Өлшеусіз іс бекершілік. Яғни бұл жерде әрбір істің өлшеген жерден өнім шығады. Өлшеудің көзі дәлдік. Өлшеу білімнің бастауы. Бұның барлығы әрбір практикалық жұмыс болсын, әрбір эксперименттік жұмыс болсын, қандай да бір жұмыс болса да, барлығы өлшеудің, яғни өлшеуді қажет етеді екенін, дәлдікті қажет екендігін көрсетеді. Келесі бөлім ол бізде денелердің өзара әрекеттесуі. Бұл жерде мен қазақ халқының дәстүрлі тағамы, яғни бесбармақ тағамын алдым. Бұл тағамды, яғни оқушылар олар біледі күнделікті, бірақ білгенмен олар көбінесе ойланбайды, иә? Бұл қандай физикамен қалай байланыстыруға болады екен. Ал біз оны байланыстырған кезде ол тағамды көз алдына елестетеді және де физикалық құбылыстарды да есіне сақтауға көмектеседі. Мысалы, бір қазанға 5 килограмм ет, 2 килограмм қамыр және 3 килограмм пияз салынды. Қазанның көлемі 15 литр. Бұған тапсырма: қазандағы барлық ингредиенттердің жалпы салмағын есептеңіз. Яғни балалар 5 килограмм, 2 килограмм, 3 килограмм салмағын табады, иә? Содан кейін біз оларға тығыздығын береміз, яғни еттің тығыздығын және қамырдың тығыздығын. Бұл жерде оқушылар нені білу керек? Олар формуланы білу керек. Егер де оқушы тығыздықтың, көлемнің формуласын білетін болса, осы қазандағы ингредиенттердің көлемін есептей шығара алады. Мысалы, көлемді табу үшін біз массаны тығыздыққа бөлеміз дегендей. Келесі бөлім денелердің өзара әрекеттесуіне тағды алынған. Ол қазақтың қыз қуу дәстүрлі ойыны. Мысалы, бұл жерде шабандоз жігіт қызды қуып жетеді, оған сүйіс тарту етеді. Жігіттің массасы 70 килограмм, ал қыздың массасы 60 килограмм. Жігіт қызды 4 метр секунд жылдамдықпен қуып жетті. Егер соқтығысқаннан кейін екеуі бірге қозғалса, олардың ортақ жылдамдығын есептеңіз. Соқтығысқан кездегі шабандоздың импульстерін өзгерісін есептеңіз. Яғни бұл жерде оқушы импульстың сақталу заңын білетін болса, осы есепті оңайлықпен есептей алады. Бірақ бұл жерде ол импульстың формуласын білмеген жағдайда да осы есептің мағынасын түсіну арқылы осы формуланы жеңіл жаттай алады. Келесі бөлім, мысалы, екінші бөлімге арналған есеп, ол механикалық қозғалыс. Ол қазақтың дәстүрлі өнері деуге болады, яғни аңшылық өнері. Мысалы, қазақ халқының дәстүрлі аңшылық түрі ол бүркітпен анаулы. Бүркіт тырнаны қуып жетті. Тырна 10 секундта 150 метр қашықтықта ұшты, ал бүркіт дәл осы уақытта 200 метр қашықтыққа ұшты. Тырна мен бүркіттің жылдамдығын есептеңіз. Осы жерде біз қалай есептей аламыз? Мысалы, ол 7-ші сынып болғандықтан, қазір мұғалімдерге оңай болып көрінгенмен, 7-ші сыныпта оқушылар бұл формуланы жаңа ғана естеріне сақтап, жаңа ғана біліп жатады. Сол кезде олар осыны есептеу арқылы бұл формула естерінде жатталып қалады. Мысалы, жылдамдықты табу үшін біз білеміз, иә, арақашықтықты уақытқа бөлу керек болады. Сол арқылы олар мысалы, бүркіт пен тырнаның қанша есе жылдам екенін табу. Бұл жерде формуланы білсе,
бүркіт тұрнадан 5 метр секундқа жылдам екенін есептеп таба алады. Осы есепте, құрметті әріптестер, осы есептің нәтижесінде қандай ұлттық құндылықты көруге болады деп ойлайсыз? Мысалға, бұл жерде қазақтың ұлттық өнері аңшылық, иә, бұл жерде, яғни бұл есептен жылдамдықты, ептілікті, иә, ұлттық құндылықтан көруге болады. Және де бұрынғы кезде бүркітпен қалай аң аулағандарын, яғни халық түрлі аңшылық түрі онда бүркіттің жылдамдығы мен шеберлігі сыналады. Келесі денелердің өзара әрекеттесуі, яғни қазақ халқының дәстүрлі баспанасы киіз үй. Не себепті киіз үй, мысалы, материалы киізден жасалды. Киіз ол табиғи материал, иә, сонымен қатар ақ түсті киізді таңдаған болатын. Ол себебі күнді өткізуіне байланысты. Сонымен қатар бұл жерде есеп киіздің тығыздығы берілген, және де киіздің массасы берілген болады. Бұл кезде біз киіз үйдің көлемін есептей аламыз, иә, яғни бұған көптеген есептерді құрастырып шығаруға болады. Бұл жерден оқушы не көреді? Яғни ол біздің дәстүрлі баспанамызбен танысады, біріншіден. Екіншіден, қалай жасалады екен, яғни неден құралғанын, яғни біздің ұлттық баспанамыздың, яғни дәстүрімізбен танысып өтетін болады. Және де міндетті түрде енді сабақ болғандықтан формуланың, яғни көлемді, тығыздықты анықтау формуласын меңгеретін болады. Келесі, мысалы, мақал мәтелдер. Мен ең соңында әдістемелік құралдарда мақал мәтелдердің мағынасын, яғни әрбір бөлімге біз мақал мәтел құра аламыз. Ол өзіміз құра аламыз, немесе бар мақал мәтелдердің мағынасын, мысалы, көптеген оқушылар ол мақал мәтелдердің мағынасына мүмкін қатты үңілмеген шығар, бірақ біз осы мақал мәтелдердің мағынасын ашу арқылы оқушылардың осы физикалық құбылыстарды, яғни физикалық қозғалыстарды, механизмдерді қалай есте сақтау керек, қалай есте сақтауын, яғни көмектесеміз. Мысалға келтіретін болсақ, ақылды алтыннан қымбат. Бұл мақал мәтелді қалай түсінеміз? Бұл мақал мәтел, яғни қарапайым механизмдердің ақылмен қолданса күшті үнемдейтінін көрсетеді, иә? Қиындыққа мойыма, жеңіске жет. Бұл мақал мәтел пайдалы әсер коэффициентінің маңыздылығын көрсетеді. Жұмысты тиімді орындау үшін қиындыққа мойымау керек екен. Яғни әрбір жерде біз күшті үнемдеу керек екенімізді көрсетеді. Мысалға, жалғыз ағаш орман емес. Бұл мақал қарапайым механизмдердің мысалы блоктардың жүйесі күшті арттыруға көмектесетінін көрсетеді. Немесе бәрімізге таныс мақал мәтел, еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Бұл мақал жұмысты тиімді орындаудың маңыздылығын көрсетеді, яғни пайдалы әсер коэффициентінің жоғары болу керек екенін көрсетеді. Яғни әрбір физиканың әрбір бөліміне біз өз мақалымызды, немесе оқушыларға да өз мақал мәтелдерін құрастыруға, немесе білген мақал мәтелдерін айтуға мүмкіндік бере аламыз. Енді мен сіздерге осы авторлық бағдарламаны көрсетіп өтсем, жалпы, міне авторлық бағдарлама. Авторлық бағдарлама жаңа айтып өткенімізде, яғни түсінік хаттан тұрады. Сонымен қатар бағдарламаның мазмұны көрсетілген, яғни 7-ші сыныпқа арналғандықтан тек қана 7-ші сыныптың бөлімдері, және әрбір бөлімге, яғни қазақтың ұлттық дәстүрлері, яғни 7 қазынасы, олардың ою өрнектері, ұлттық ойындары, сонымен қатар ұлттық дәстүрлері, көкпар ойыны, мысалы, асық ату ойыны, теңге алу ойыны, сонымен қатар аңшылық дәстүрі, қыз қуу ойыны, қазақ халқының тағамдары, мысалы, қымыз да келтірілген, бауырсаққа да қазақтың, яғни ұлттық тағамдарына арналған есептер. Сонымен қатар бұл жерде ұлттық әшекейлер, ат әбзелдері, яғни барлығына арналған осы ұлттық дәстүрлерді дәріптейтін,
ұлттық салт дәстүрді, ұлттық өнерді, ұлттық ойындарды, яғни әдет ғұрыптарды барлығын дәріптейтін әрбір бөлімде осы есептер құрастырылып өтілген болатын. Енді осыған қатысты сіздердің міне таныстырып көрсетіп өтсем, сонымен қатар өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, айтарларыңыз болса болады. Айтып өтуге болады. Бағдарлама екен. Мына есепті шығарудың алдында балаларға бірінші теорияны бересіз ба, или қалай ол болады? Я біріншіден теория беріледі. Біріншіден міндетті түрде теория беріледі. Содан кейін бар бұл практикалық жұмыс ретінде қолданылады. Жақсы екен, өте маңызды. Еще құндылықтарды өз жерде ұштастырған тамаша жұмыс екен, е? Рахмет. Гүлнұр әріптес, рахмет сізге. Өте тамаша жасалған жұмысыңыз. Сәттілік сізге тілеймін. Мақал мәтелдеріңіз өте орынды, дұрыс жасалған. Маған өте ұнады. Рахмет, әріптестер. Иә, Гүлнар әріптес, керемет. Күшті әсер алдық. Анау ұлттық құндылықпенен негізі есімде жоқ менің. Солай сабақ үйретсек, қандай керемет болар. Балалардың да қызығушылығы артатын шығар. Керемет, рахмет сізге. Жұмысыңыздан сәттілік. Жемісті бола берсін жұмысыңыз. Рахмет. Өзіміздің де қызығушылығымыз ояттыңыз жаңа, иә, осы тақырыптарды қарап тұрып отқанда. Иә, рас айтасыз. Аха. Жақсы, рахмет, әріптестер. Үлкен рахмет. Жұмысыңыз керемет екен. Әдістемелік бағдарлама мұғалімдерге таптырмайтын құрал екен. Оқушыларды тек қана физикаға ғана емес, сонымен қатар ұлттық құндылықтарға баулайды. Жақсы, рахмет. Рахмет, әріптестер. Ұлттық физиканы оқыта отырып, ұлттық құндылықтарға баулау не деген керемет. Өзімізге де қызық болды. Рахмет үлкен. Шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет, сіздерге де рахмет. Жақсы. Гүлнұр әріптес, оқушылардың қазақи нақышты ойындарына, құрал жабдықтарына қызығушылығын арттырады деп ойлаймын. Рахмет барлықтарыңызға. Гүлнұр әріптес, әдістемелік құрал ұнады, маған өте жақсы жазылған екен. Сабағыма қолданамын деп ойлаймын. Рахмет сізге, тек қана сәттілік тілеймін. Рахмет, әріптестер. Қатысқандарыңызға рахмет. Сіздерге де еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Яғни барлықтарыңызға рахмет айтамын. Рахмет, өте қызықты, өте құндылы жұмыс екен. Рахмет сізге. Бізді пайдаланамыз осы сіздің жұмысыңызбен. Рахмет. Сәттілік сіздерге.